Сәлеметсіздер ме Сырлы Сайт каналының оқырмандары? Арнама қош келдіңіздер. Өмірде болған оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Рахмет. Адамзатты таңдаған. Жаратушыға берік иманмен кіршіксіз құлшыныс жасауға асығатын пенделерді шайтан мен жындар тура жолдан адастыру үшін зиян келтіруге талпынады екен. Расында шыны керек. Қазір заман ағымына сай, біздер адамдар қатты өзгердік. Ақыреттік амалдарымызды сауапқа жазуға талпынбайтын болдық. Айтуға ауыз бармас. Тіпті мейірімі шексіз Алламызды қиналғанда ғана еске алатынымызда өтірік емес қой. Тіптен қайырымдылық жасасақ та мәшһүр әлемге жар саламыз. Өсек өтірік көбейтіп, бас пайдамыз үшін бәріне дайын болып кеттік. Мына заман осындай болды. Алла сақтасын. Қарапайым ғана кешке күлдік пе? Жаман жербіз па? Одан қалды кір суын адам жүре жолға төкпе? Тіпті әйел адам орамалмен жүру керек деген қарапайым ғана амалдарды жасамайтын болды қой. Осындай амалдармен үш әріпті пәлекет бізді азғарап, зиян келтіреді. Өз оқиғамды өз ішіме сақтасам болар еді. Бірақ бұл жайттан құбылыстың рас екенін алға тартып, ақыреттік сауап жинап, басқаларға да пайдам тиесін деген ниетпен, сіздерде сақтанып жүрсін деген ниетпен бөлісуді жөн көрдім. Біреудің қиындығына күлуге болмайды. Бұл Алла берген сынақ. Берді, алдық, көтеруге тырыстық. Шипасында Алла өзі берді. Осындай жағымсыз жайт менің басымнан да өтті. Кешкі бейуақытта көлге қоқыс төгуге барып, не адамға тән емес, не құбыжық емес, пендеге беймәлім, бойы сондай бір үзім пәлекетті көріп қалдым. Көздері қып-қызыл, әйтеуір басқаша мақұлық, дәл маған қадала қарап тұр. Бұл уақытта жаз мезгілі болатын. Шіліңгір шілденің ыстығында үйге ұйықтау мүмкін еместі. Кешкі салқынға, есік алдындағы үлкен тапшанға бәрімізге қас-қатар тізілтіп төсек орын салып жатамыз. Сол күні жолдасым екеуміз ғана едік. Балалар қайын сіңілермен бірге алаңқайға кеткен. Жаңағы пәленің көрінісінен соң зәре құтым қалмай, жолдасым жатқан тапшанға жүгіре жөнелдім. Ойпырмай, ара қашықтық жақын болса да жете алмай кеттім. Менің ұпыны қашқан кескінімді көріп, не боп қалды? Деп бәйек болып, күйеуім сұрап жатыр. Жағдайды түгел баяндап бердім де, қалың көрпе астына сүңгіп кеттім. Ештеңе ойлай алмай қалдым. Бар ойым тұғылу болып тұр. Тіліңді калимаға келтір деп, білген сүре дұғаны айтқызып, мені басқандай болды. Ойымды бөліп, басқа әңгімеге айналдырып, кейін алаңқайдан келген балалармен алданып кеттік. Оның үстіне кішкентайым 6 айлық. Баламның жағдайын жасап жүріп, не керек, содан ұмыттым. Таңда денем дел-сал болып, ұйықтасам да ұйықтамағандай болып ояндым. Арада 2-3 күн өтті. Жолдастарымыздың үйлену тойы келді. Оған жақсы көңіл күймен қатысып қайттық. Ертеңіне жолдасым бала шағамызбен киелі Түркістанға қыдырып келді. Сол күні түнде басталды барлығы. Қою түн. Аспандағы ай сәулесі айналаны аса бір жарық етпесе де өз нұрын төгіп тұрғандай. Ұзынша созылған тапшанда қас-қатар тізіле ұйқыда жатқан адамдардың ішінен еркені әлде бір тылсым күш оятқандай. Көзін аша қалғаны сол, дәл алдында бойы тым ұзын, аспанға көрініп тұрған әлгі құбыжық іспетті албасты бұған тесіле қарап тұр екен. Тілі қорыққаннан байланып, не істерін білмей, шошыған келіншек қатты қорықты. Қасында жатқан сәбиін, балаларын ұмытып, қорыққаннан шыңғыра айғайға басты. Көзін тарс жұмып алды. Әлгі бейне сонда да көз алдынан көлмеңдеп кетер емес. Бұрын соңда жарының мұндайын көрмеген айқан қатты қорықты. Шошып қалған келіншегін қойнына қатты қысып, жанында өзі барын айтып, сабырға келтірді. Ерке өзін мәжбүрлеп ұйықтап қалды.
Айқын болса алаңдап қалды. Күрсініп таңға дейін ұйықтай алмай шықты. Ертеңіне жарының көңіл күйі жақсы жүргеніне Айқынның көңілі орнына түскенде. Күнделікті күйбең тіршілікпен Ерке өзін алдандырып жүре берді. Бірақ та бойындағы жайсыз сезім кете қоймады. Еркенің енесі Айман апа өмір көрген сондай бір жақсы әйел еді. Отбасы үшін өмірін арнаған жан. Түндегі келіннің қорыққаннан жаны қалмай, Еркенің барғысы келгеніне қарамай, атасымен бірге көлікке мініп, ауыл молдасына келді. Ол кісінің Құран оқып бастағанынан өзінің ішіндегі әлдебір қарсылықты сезген Ерке шошып кетті. Аяқ қолы ұйып, басы ауырып, мазасы кете түсті. Әлгі молдада сезе түскендей Еркенің халін дем салып біткен соң үйдегілерге жолығып, тиісінше басқа молдаларға оқыту керек екенін алға тартады. Үйге келіп, күнделікті тіршілігіне араласып кеткен Еркенің халі арада 2-3 күн өтіп, қайта нашарлай түседі. Түнде көрген түстері былай тұрсын. Енді қазір көз алдынан көрінетін болды тіпті. Ерке осылай ауырғалы бері күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылды. Не күндіз, не түнде ұйықтай алмайтын болды. Таңғы шайларын ішіп бола бергенде, Айман апа келіні Еркеге жатып демала ғой, үй шаруасына алыңдама деп ескертті. Арасында Айман апа келін үшін қатты алыңдай бастады. Күн өткен сайын халі өрше берді. Түпкіргі бөлмеге кіріп, ұйықтағысы келіп жатқан Ерке аз уақыт ішінде тағы да ала сырып шақты. Бұл жолы албасы көз алдына тіптен жақын келіп, зәре құтын қашырып, тағы да сол көзқараспен тесірей қарап тұр. Бірден өзін жоғалтқан келін шошып жылай берді. Әргелес бөлмеде күйеуі Айқын кішкентайын бесікте тербетіп отырған. Еркені ұйықтап алсын дегені ғой. Жан ұшыра жүгіре кірді. Жанарынан жас тоқтамай, шыңғыра жылап жатқан әйелін құшағына басып, маңдайынан сүйіп, білетін сүре доғаларын айтып, сабырға шақырды. Айман апа да зәрелі дауысты естіп, ішке кірді. Жылап шошынып отырған келінін көріп, қатты қорықты. «Мамау, мен осылай қалам ба?» деп жылағанда ана жүрегі қарс айырылып сала берді. Бірақ ертеңіне Еркені бұдан ауыр сынақ күтіп тұрғанын ешкім білмеді. Қатарынан 3-4 күн тым жайсыз түстер көріп шықты. Бәрі де топ-тура түнгі 3-тен 4-ке қараған мезгілде екен. Алғашқы күні түнде сыланған 3 әйел ертіп кетпек болады. Оған барғысы келіп ұмтылғанда 5-6 айлық емізулі бөпесі шырқырап жылап сала береді. Бұл күні солай ұйқыға кетеді. Екінші күні осы мағынадағы түсті көреді тағы. Ол күні де тура солай бөпесі жылап оянады. Келесі күнгі түнде тағы сол уақытта Еркенің түсіне үлкен ақсақал ата кіреді. «Қызым, жүр кеттік, сені күтіп жүрміз» деген сынды біраз әңгіме айтады. Ерке сөзін қимай, соңынан еріп кетіп бара жатқанда, далада тапшанда түннің қақ ортасында орнынан тұрып кетіп бара жатқан келіншегін Айқын ұстап қалады. Айта өту керек. Еркенің осылай беймәлім құбылыспен ауырып бастағаннан Айқын бар жұмысын тастап, күндіз түні әйелінің жанында болды. Қаншама күннен бері, күндіз де, түнде де ұйқыдан қағылып, Еркені күзетумен жүрді. Осы күні түнде қыздарының ауырып жүргенін естіген Еркенің әкесі мен анасы келіп үйге қонады. Түнімен ұйықтамай, Еркені қасынан тастамай ертіп жүрген, ауырса дем беріп, қолдап жүрген күйеу балаларын көріп, іштей қатты риза болады. Көздеріне жас алып, қыздарының жақсы жарға жолыққанына қуанады. Таң атады. Айқын үшін бұл таң атпастай болған еді. Айта өтейін, осы аралықта Еркені ауылынан 2-3 сағаттық жердегі шілденің шіліңгір ыстығына қарамай, күніне 2 мезгіл жақсы бір үлкен молдаға оқытып жүреді.
Сондағы Еркенің ала сырып ауырғанын әлі ұмыталмас. Ал негізгі күтіп жүрген әлемді кісісі басқа қаладан келетұғын. Оның келуіне де біраз күндер бар еді. Мәне, дәл қазірде үй аузына қайта-қайта телміре қарап, сол кісіден хабар күтіп отқандай. Еркенің папа-мамасы қыздарын көріп, жанаша жаны барына көңілдері марқайып, өз үйленіне кетеді. Айман апа жұмысына шығады. Еркеннің қайын атасы болса, апаны жұмысқа шығарып салып, ары қарай ауыл шетіндегі досына бармақ ниетте үйден шығады. Ал бұл сәтте Ерке томаға тұйық болып, бөгде есікті ашқандай. Бұрындары үнемі күліп, аңқылдап жүретін Ерке қазір мүлде басқа адам. Аз ғана уақыт ішінде тіптен өзгеріп кетті. Көздері бір жерге қадалып, аларғандай әйтеуір бір басқаша. Жүзінде күлкінің ізі де жоқ. Солғын тартып, қурап қалған өңі. Басқаларға күліп сөйлеу былай тұрсын. Өзі туған бала шағасына мейірім беріп қарамайтын болды. Кішкентайын әйтеуір емізеді. Соның өзінде мейірленіп қарамайды. Ал ұлы мен қызына тіптен назарда аудармады. Ұйқысы қалды, күлкісі қалды, құр сөздерін сөйлетіп жүр. Ешкімді жақтырмайды. Күйеуіне рахмет, күнмен түн демей, жанынан шықпай қараған. Соның күзетумен күндері тыныш өтіп жатыр. Сол күні таңғы шайдан соң Айман апа жұмысына кетеді. Атасы болса шаруамен бір жерге бармақ болады. Алайда тылсым күш атаны үйге жетелей береді. Ерке бұл уақытта есін жоғалтқан. Денесі мен тәні өзіне тиесілі емес адамға айналды. Үлкен баласына кішкентайын 5-ке бөліп берді де, 5 жасар қызының қолына үйіп тәттілер берді. Ал айқын болса, көз шырмын алуға шамалы жатқан еді. Неше түн мен күн ұйқы көрмегендіктен бе, қалың ұйқыға бата жөнелді. Бір уақытта құлақ түбіне өзін біреудің атап шақырған дауысы келді. Сол-ақ екен, әкесін ентігіп келіп, ұлы шақырды. Қорада, сізді ата шақырып жатыр, деді. Жан ұшыра жүгіріп, үйде жатқан орнынан сыртқа жүгірді. Тіптен аяғына аяқ киім кимей, қораға қарай құстай ұшты. Кірсе, әкесі жылап айғайлап жатыр. Сондағы көргені, Ерке өзін асып қойған екен. Қайта дер кезінде Айқынның әкесі кіріп қалып, келінін бір қолмен көтеріп, бір қолмен жіпті ұстап тұр. Абырой болғанда Ерке аман. Бірақ көпке дейін есін жинай алмай қалды. Әйтеуір есінде қалғаны болды, әке шешеңді де көрдің, енді жүр. Сонан соң 7 қабат жіппен деген сөздер ғана есінде қалыпты. Ерке өзіне келіп, есін жиғанда бұл жасағанына қатты өкінді. Сәлі болмағанда өліп қалады екенмін ғой, деп жылады. Еркені жолдасымен қайынап келері жақсы бір ілімді Ақтаудан келетін Аманғали есімді молдаға оқыпты. Айқынның күтіп жүрген кісісі осы еді. Бір оқықаннан Ерке өзіне келіп, бойындағы бәлекеттерден босады. Ерке жолдасына қазір дән риза. Осындай бір қиындықта тастамай, қамқор болып, қолдауын білдірген жолдасы Еркенің өмірге деген екінші тынысын ашты. Мен өз басымнан өткен бұл оқиғамды айту себебім, Аллах маған бұл сынақта жай бермеді. Өзге қыз келіншектерді осындай жамандықтардан сақтануға, қазақтың арын тиындарын ұстануға шақырады. Бастан орамал тастамай, беймезгіл уақытта ұйықтап, күл қоқыс төкпей жүру керек екенін айтқым келді. Өзім сол түн ішінде суға барып, күл төккеннен осындай бәле жармасты. Яғни ішіме жын кірді. Әйтпесе енем, осы тыйымдарды айтып отыратын үнемі. Тіптен кешке су күл төкпе дейтін. Жас емеспін бе, мұндайға сенбейтінмін. Бірақ қалай өз басымнан өтті, солай қазір өзімде сақтанамын. Сіздерді де жақсы жүрсе деймін, деп кейіпкеріміз әңгімесін аяқтайды.